Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгін бізде 3-ші сабақ 3ds Max-тың жалпы түсінік. Осы бағдарлама қандай райондардан тұрады, қандай бағандардан тұрады, соны толық түсіндіру. Ең бірінші бізде тізімдік бағаны. Екіншісі негізгі құрал бағаны. Үшіншісі бұйрық бағаны. Төртінші экрандар районы. Бесіншісі экрандарды меңгеру районы. Алтыншысы қимыл меңгеру районы. Осы 6 районға бөліп қарастыруға болады. Біз міне 3ds Max-ты аштық. Сіздерге жоғарыда айтып кеткендей, тізімдік бағаны көріп тұрғандарыңыздай, мұнда осы бағдарламаның толық мүмкіншіліктері көрсетілген. Қандай құралдар бар? Осының барлығы осы алға жинақталған. Екіншісі бізде негізгі құрал бағаны, геометриялық фигуралар, сызықтар, шырақтар, камералар, тағысын тағы құралдар. Геометриялық бір құрылыстардан көрсетейік. Мына тік төртбұрыш. Шырақтар дейік, бұйрық бағаны. Жасаған заттарымызды қимылдату барысында қолданатын боламыз. Негізінен анимация жағына көбірек қолданылады. Төртіншісі бізде экрандар районы. Өздеріңіз көріп тұрғандай жанынан, төбесінен, оң сол қырынан, және бізде ашық экран. Оңды солды қимылдатып, өз қарағымыз келген жағынан қарауымызға. Бесіншісі бізде экранды меңгеру районы. Жоғарыда көрсеттім. Осы арқылы біз экрандарды көреміз. Осы 4 экранды. Түймешікті бассақ, орталыққа келді. Түймешікті басу арқылы экрандағы 4 экрандағы затты алыстатып жақындатып. Жекелеген экрандарды жақындатып алыстатуға беретін құрал. Енді өте күрделі аттарды жасау барысында қолданылады бұл құрал. Экрандарды кәдімгі қолдың формасы бейнеленген. Экрандарды жылжытуға арналған құрал. Жоғарыда көрдік, байландырып көруге арналған құрал. Бұл құралдың ролі болса, экрандарды ең жақын шегінде көруге болады. Алтыншысы бізде қимыл меңгеру районы. Жасаған заттарымызды қимылдатуға, қозғалтуға мүмкіндік беретін район. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы 3ds Max-ға жалпы түсінік беру. Бұндағы тізімдік бағаны, құралдар бағаны, бұйрық бағаны, экрандар районы, экрандарды меңгеру районы, қимыл меңгеру районы. Осы сияқты 6 бөлігін қысқаша түсіндіру, таныстыру. Бұл сабағымыздың мақсаты болатын. Менің жалпы мақсатым осындай қазақ тілді сабақтар түсіру арқылы қазақ тілінің қолдану аясын арттыру, қазақ тілді
контентті дамыту, осындай видео сабақтарды жасау, білгенімізді ағайынмен бөлісу бізден, ал енді қолдау, қуаттау сіздерден болсын. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, бөлісіп таратып қойыңыздар.